Іштің тік бұлшық етінің қынабы. Іштің тік бұлшық еті мускулюс ректус абдоминис, мына жерде горизонтальды кесіндісі көрсетілген. Ол дәнекер тканьды қынаптың вагина мускули ректи абдоминистің ішінде орналасқан болып табылады. Бұл қынап іштің жалпақ іш бұлшық еттерінің апоневроздарының бірлесуінен құралған болып табылады. Қынаптың біз алдыңғы қабырғасын лямина антериор және артқы қабырғасын лямина постериорда ажырататын боламыз. Жалпы іштің тік бұлшық етінің құрылысы барлық жерде бірдей емес. Оның құрылысы кіндіктен жоғарғы бөлігінде басқаша, кіндіктен төменгі бөлігінде басқаша болады. Тік бұлшық ет қынабының кіндіктен жоғарғы деңгейінің құрылысына келетін болсақ, оның алдыңғы қабырғасы іштің сыртқы қиғаш бұлшық еттің апоневрозды қабықшасынан апоневрозис мускули обликус экстернус абдоминистан құралатын болып табылады. Ал артқы қабырғасы іштің ішкі қиғаш бұлшық етінің апоневрозы апоневрозус мускулюс абдоминис интернустан және де көлденең іштің бұлшық етінің апоневрозынан апоневрозус мускулюс трансверзус абдоминистан және де фасце трансверзалис көлденең шандырдан құралатын болып табылады. Және бұның құрсақ қуысына қараған беті париетальды ішастармен көмкеріледі. Тік бұлшық ет қынабының кіндіктен төменгі бөлігінің құрылысына келетін болсақ, алдыңғы қабырғасы іштің сыртқы, ішкі қиғаш және көлденең бұлшық еттерінің апоневрозынан апоневрозус мускулюс обликус экстерни абдоминис et interni abdominis et musculus transversus abdominистан құралатын болып табылады. Ал артқы қабырғасы бұл іштің көлденең шандыры фасце трансверзалистан және париетальды ішастар перитониум париеталиден құралатын болып табылады. Келесі іштің әлсіз жерлері. Бұл бірінші бөлігі іштің ақ сызықшасын жатқызамыз. Мына жерде сіздерге түсінікті болу үшін жасыл түспен көрсетілген. Іштің ақ сызықшасы линия альба. Ол төс сүйегінің семсерлік өсіндісінен бастау алып, төмен бағытта өтіп, шат қасағасына дейін созылып жататын ақ түсті жолақ болып табылады. Іштің ақ сызықшасы орталық сызықшаның бойында өзара айқасып орналасқан іштің үш жалпақ бұлшық еттерінің апоневроздарының өзара айқасу нәтижесінде пайда болған болып саналады. Ені жоғарыдан төмен бағыттағылған сайын жіңішкелей береді, және қалыңдығы кіндіктен жоғарғы бөлігі жұқалау болып келеді, ал кіндіктен төменгі бөлігі қалыңдау болып келетін болып саналады. Сонымен қатар ақ сызықшаның жоғарғы бөлігінде жұқалау болып келуімен қатар, онда айқасып орналасқан апоневроз қабықшасының аралығында ол бірде шағындау, бірде кеңейіп орналасқан саңылаулар жиі байқалатын болып саналады. Ақ сызықшаның бойында жарықтардың жиі кездесуінің әсері сондықтан. Жарық дегеніміз не? Мысалы біз ішке, яғни құрсақтағы мүшелерге ота жасайтын болсақ, осы бұлшық еттерді кесетін болады. Соның әсерінен осы іштің ақ сызықшасы арқылы жаңағы айтылып өткен саңылаулар арқылы грыжалар пайда болуы мүмкін. Соны іш жарығы деп атаймыз. Сонымен қатар ақ сызықша кіндіктік сақинаны құрауға қатысатын болады. Яғни анулис умбиликалисті. Бұл кіндік сақина іркілдеген дәнекер тканьдардан, кіндіктен және кіндіктік артерия және венадан. Артерия et vena умбиликалистен құралатын болып саналады.
Сол себепті кіндіктік сақинаның тұсында кіндіктік жарықтың кездесуі соған байланысты. Яғни іштің ақ сызығы және де кіндік сақинасы бұл іштің әлсіз жерлеріне жататын болып саналады. Себебі осында іш жарықтары жиі кездеседі. Сонымен қатар біз іш аймағында үш шұңқыршаны білеміз. Бірінші бұл қуық үсті шұңқыршасы, фосса суправесикалис деп аталады. Ол қуық кіндіктік орталық қатпар плека умбиликали медианумнан және төменде шап байламмен, ал латеральды бөлігі плека умбиликалис медиалистен аралығында орналасқан болып табылады. Келесі медиальды шаптық шұңқырша фосса ингвиналис медиалис деп аталады. Ол медиальды қанаттық қатпар, яғни плека ингвиналис медиалис және латеральды шаптық қатпар плека умбиликалис латералистің аралығында орналасқан болып табылады. Латеральды шаптық шұңқырша фосса ингвиналис латералис, латеральды шаптық қатпар плека ингвиналис латералис және шап байламның аралығында орналасатын болып табылады. Бұл латеральды шұңқыршаның мәні шап жарығы болған жағдайда шап өзекшесінің тереңде орналасқан сақинасы осы шұңқыршаның маңында орналасқандығын білуіміз қажет. Ол мінеки мұнда анулюс ингвиналис профундус. Яғни шаптың терең сақинасы осында орналасады. Осы жерде көбінесе бізде шап жарығы орын алады.